Кореяда суши сататын жерлерде біздің үйреншікті Филадельфия, Калифорния, жареный ролл сияқты сушиларды таппайсыз. Кореецтер мен жапондардың мәдениеті өте ұқсас болып келеді. Бұл жерде теңіз болғандықтан теңіз өнімдері өте свежий болады. Сондықтан балықтың дәмін барынша сезіну үшін қосымша заттар қосқанды ұнатпайды. Бізде сушиға сыр, огурцы, крабовые палочки қосып, сушиді қуырып немесе духовкаға пісіріп жеп жатсақ, кореецтер мен жапондар тек свежий күйінде жейді. Олардың сушилары тек балықтан, күріштен және соустан ғана тұрады. Кейде күрішсіз, ештеңкесіз піспеген балықтың өзін ғана жей береді. Мен суши жегім келген кезінде осындай суши барға барамын. Әрине, кореецтердің сушилары дәмді, бірақ үйреніп қалғандықтан өзіміздің Филадельфияны жегім келіп тұрады. Бұндай суши барға келген кезінде айналып тұрған конвейерден қалаған тарелкаңызды алып жей бересіз. Бәрін жеп болған соң тарелкаңыздың санына қарап есептеп береді. Менің ойымша бұл өте ыңғайлы. Жегіңіз келген сушидің бәрін бір-бірден жеп көре аласыз. Бір тарелканың құны шамамен 700 теңгедей. Мен сияқты жалғыз өзіңіз жейтін болсаңыз 5-6 тарелкаға тоясыз. Айтпақшы, мисо суп деген ыстық сорпа тегін беріледі. Ішіп болған соң қосымша сұрасаңыз болады.